Бәріне ассалаумағалейкум достар. Манса Мунса бірінші орта ғасырларда өмір сүрген және де осындай алтын қорына еге болған Африка билеушісі. Біздің заманымыздың мультфильмарлық ешқайсысы бірде-бір монарх біздің заманымызда оны жеңе алмады. Манса Мунса бірінші Малидің жоғарғы билеушісі, ғасырлар бойы белгілі адамзат тарихындағы ең бай адам болып қала береді. Оның дүниеге келуі туралы аз мәлімет болса да, алғашқы дерек көздерде Манса Мунса 1250 жылы империялық отбасыда дүниеге келген деп мәлімдейді. Алғашқы муазиннің туысы және де Мұхаммед пайғамбардың серігі Билал ибн Равахтың қанымен Манса Мунса Мали империясының негізін қалаушы, Сундата Кейттің шөбересі және де тікелей ұрпағы болады. Ол Батыс Африканың Мали елінің 10-шы патшасы болды. Оның таққа көтерілуі оңай болған жоқ. Муса өзінің тәжін егжей-тегжейін 14-ші ғасырда сириялық тарихшы Шиваб әл-Умайрге айтып береді. Ол бұл туралы өзінің құжаттарының бірінде айтқан. Мусаның таққа отырғанына дейін патша Абу-Бакр II 1312 жылы Атлант мұхитының батысына қарай созылған аумақтарды реттеу үшін таққа деген талабынан бас тартады деп айтылады. Ол өзінің бірге үлкен кемелер паркін және құлдардың жеңіперін алып келеді. Осылайша өзінің кезбе шерлеуін қанағаттандыруға дайын болады. Бірақ оны Атлантының жағалауында жасаған екінші экспедициясы Әбу-Бәкір патшаның өмірінің соңғы болады деп санайтындар аз. Ол ешқашан оралмау үшін саяхатқа аттанды. Сапардың алдында Әбу-Бәкір II Мусаны елде регент етіп тағайындады және де ол қайтып келгенге дейін оның орнына шешім қабылдауға өкілеттік берді. Сондықтан сұлтан сапарында оралмаған кезде билеуші ұзақ уақыт күткеннен кейін Маса қажетті туындыларды этникалық Батыс Африка Медитке тайпасы император деп аталатын Манса сөзін қолданды. Дәл сол кезде Муса Мали патшалығының тізгінін ресми түрде өз қолына алды және де Манса Муса бір рет таққа отырды. 1300 жылы орта арасында Еуропа көбіне адаматтық соғыстардың салдарынан қаражат пен кедейлікке тап болды. Осы уақытта Африканың континенті кедейлікті өркендеді. Манса Мунса билікке келгенге дейін Мали патшалығы алтыннан бай қорымен танымал болған. 1312 жылы ол билікті өз қолына алған кезде ол бұрынғыдан да күшті болды. Ол Африка құрлығының батысында көрші аймақтарды жаулап ала бастады. Оның патшалығы 3000 шақырымнан салт асып Атлант жағалауына жетті. Билеуші Африканың 24 аймағын, соның ішінде Марбатия, Нигерия, Чад республикасы, Сенегал, Гамбия, Буркина Фасо және де Нигерия, Гвинея Бисау бөлігін басқарды. Деректі дәлелдерде Манса Мусаның қол астында Мали патшалығы ұлы Моңғол империясынан кейінгі екінші үлкен болдық деп мәлімдеді. Мали империясының жерлерін көптеген табиғи ресурстар болды. Сол кезде тұз пен алтын сияқты таулар бүкіл әлемде үлкен сұранысқа ие болды. Атақты мароккалық зерттеуші және де ғалым Ибн Батута өзінің мәліметтерінде тау-кен өндірісі жыл сайын Малиге 1 тонна алтын бере алатындығы және де Маса Мунсаның басқаруымен империя өркендей бастағаны атап өтті. Оның билігі кезінде тек Мали империясының бүкіл әлемді алтын қорының жаратысын жуығын құрды. Сауда өркендеп ескі Тимбукту қаласы билік құрған кезде ең маңызды сауда орталығы болды. Манса Муса діндер мұсылман болған. 1324 жылы ол қасиетті жер Меккеге алтын 1000 шақырымнан астам сапар жасады. Оның қажылығы кезінде әлем Африка патшасы туралы білді. Ол соншалықты бай болғандықтан батысқа патшалар қайыршылыққа ұқсайды. Оның саясаты қымбат болды. Манса Муса өзінің қажылығына Сахара құмдары арқылы көптеген адамдар мен жануарлар тобымен барды. Бұл көтермегені үшін керемет көрініс болды. Көптеген құжаттар оны 200 000 адаммен бірге саяхаттағанын айтады. Бірақ кейбір есептегі нақты сандар әртүрлі. Оның қасиетті құрамы 40 000 сарбаздың сарайдан, патша шенеуніктері суретшілерден, 12 000 құлдан және де 100 түйелер мен жылқылардан, көптеген қойлар мен ешкілерден тұрды. 500-ге жуық қызметші оның үлкен әйеліне қызмет етті. Бүкіл қалада жолда жатқан сияқты. Мусаның барлық соты Мустасир әдемі
батыс жібек киімдері, сондай-ақ алтын шапан киген. Оның қолдарының арқасының салмағы шамамен 2,7 келі болатын. алтын қызметкерлері болды. Жүздеген түйелердің әрқайсысы шамасында 135 келі таза алтын алып жүреді дейді. Манса Мусаның үлкен керуені Меккеге бара жатқанда ол Мысыр астанасы Каир арқылы өтті. Онда мұндай сирек әсем алғашқы рет көрсетілді. Бұл жаппай истерияны тудырды. Шибақ әл-Умаридің құжаттарына сәйкес сайып келген сұлтан Мұхаммед I ән-Насир Манса Мусаны өзіне шақырды. Келуші Мысыр сұлтаны қолдарын мен аяқталып сүйіп қарсы алуға керек еді. Бірақ Муса қажылыққа баратындығын және де ешқандай жағдайда Құдайдан басқа ешкімге тағзым етпейтіндігін айтып бас тартты. Бұл сұлтан ақыры құрметпен және де таңдасымен қарсы алуға мәжбүр етті. Екі билеуші біраз уақыт сыпайылық алмасты. Египет сұлтаны болып шықты. Рашидун қожайыны бүкіл нөкерлерді Манса Муса 3 ай ішінде сипаты әрі қарай жолға түскенде Манса Муса кішіпейілдігінің белгісі ретінде адамдарға сыйлық ретінде алтын берді. Ол Каир базарларына алтын динармен толтырып, жергілікті және де шетелдік тауарларын сатып алды. Сол күндері Каирде алтын аз болса да Мусаның алтын түрдегі жомарт сыйлықтар алтын құймалардың құнарынан күрт төмендеуге келді. Ал оның плейгормедінде қайырымдылық және де тіпті әкеп соққан ақшалай мәслихаттардың кезектен тыс сессиясының жұмысында бағалы металдардың құнсыздануы үлкен қаржы дағдарысын тудырды. Алтын нарығы құлдырап, мал билеушісі қажылықтан оралып қайтадан Каирден өткен кезде ол дағдарыстың қалпына келу үшін Мысырға қолдау көрсетуді шешті. Манса Муса айналамнан кейбір көретінін шешті. Алтын қорларын шамадан тыс пайыздар бойынша қарыз ретінде алып тастады. Бірақ мемлекет аяққа тұру үшін 10 жыл қажет болды. Қайырымдылық жасаған жомарт адам Манса Муса Меккеден Малиге оралып, өз адамдарында жер сатып алды. Ол Сангой патшалығындағы Гауа жерін сатып алды. Онда мешіттер, сарайлар мен палаталар салуға тапсырыс берді. Байлық пен биліктен басқа ол білімге қызығушылық танытты және де көптеген ислам ғалымдары мен ақындары Мали патшалығына өз үлестерін қосуға шақырды. Манса Муса сонымен бірге адамдарға өз сенімдерін ұстануға мүмкіндік берді және де ешқашан өз діндерін өз халқының жүктемеді. Ол үндеуді жақтаушы емес еді. Муса Манса империясын кеңейте берген сайын уақыт өте келе ол өзінің қол астындағы барлық аумақтарды провинцияларға бөліп билеушіге есеп берген. Олардың бақылауының губернаторлар тағайындады. Сапарының ол басқалармен қатар Тимоборгты оқу орындары мен мешіттерін салу үшін Абу Исақ Ибрагим әл-Сахли атты андалусиялық сәулетшіні әкелді. Испаниядағы Гранда сәулетшісі 1327 жылы әйгілі Джегебари мешітін тұрғызды. Ол қазір Белешистіні ақсақтап тұрған қызметшінің өз мақсатына шамасына жетті. 100 жыл Манса Муса бұл шедевр үшін Әбу Исқаққа 200 келі алтын төледі. Бұл қазіргі уақытта шамамен 8,2 миллион долларды құрайды. Манса Муса Тимокты өзгертуді. Ол өз алтында кітапханалар, мектептер мен өнер орталықтарын құрылыстарын бастады. Манса Муса сонымен қатар құрылыстың Батыс Африка жерлеріндегі дәстүрлі білім беруді насихаттаған алғашқы билеуші болып саналды. Тимубукты білім беру орталығы мәртебесіне ие болған және де әртүрлі жерлерде келген оқушылар Малиге алтын кезінде оқуға келді. Манса Муса бірінші шамамен 25 жыл билік етті және де 1337 жылы қайтыс болды. Ұлы Манса Маги бірдің тізгінін қалдырды. Тарихта ең алдымен Манса Муса нені еске алды? Оның керемет алтын мөлшері. Муса өзінің уақытында әлемдегі ең ірі алтын өндіруші болды. Ол тарихта алтын бағасының бақылайтын жалғыз адам болды. Муса жомарт әрекетті қаржылық кезінде кедейлерге алтын тарап, ол өте аймақтық экономикасын күйретті. Қазіргі замандағы зерттеушілер Манса Мусаның байлығы шамамен 400 миллиард долларға бағалайды деп әлемдегі ең бай адамдарды қарағанда әлдеқайда көп. Оның тарихи ең бай билеуші деп айтайды.